Саламатсыздар ма пайдаларына көрермендері, бүгінгі видеомызда ұйықтап жатқанда аяқ тартылуының себебін айтатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын, видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Аяқ қол тартылу жиі кездесетін жайт. Әсіресе түнде ұйқыда жатып аяқ тартылып қалатын кез көп болады. Мұндай жағдайда не істеу керек? Соны қарастырып көрейік. Аяқ тартылғанда ауырсыну қатты болады. Ұйқыда жатып уянып кететімізде содан. Орташа есеппен аяқ 5 секундтай тартылады екен. Жас баланың да, тепсе темір үзетін соқталдай жігіттің де аяғы тартылады. Әсіресе егде адамдардың аяғы жиі тартылады. Ал енді аяқ тартылуының себебіне тоқталайық. Аяқ тартылуының себебі суық тиюден деп жатады. Бұл да себеп. Алайда негізгі себептердің бірі аяқтың бұлшық етіне оттегі жетпеуі. Содан адам ағзасына рефлекс іске қосылып, спазм пайда болады. Ал бұлшық етке оттегі жету үшін ұйқыға жатқан бөлменің іші қапырық болмауы тиіс. Табанға не тобыққа, тізеге ауыр күш түссе де аяқ тартылуы мүмкін. Бұл әсіресе спортшыларға таныс симптом. Алда-жалда аяқ тартылса, ауырсынуын басу үшін табанға не тобыққа массаж жасап жіберу керек. Қан айналымын жақсартады. Тырыспа кеткен соң, аяққа жылы нәрсе басыңыз, немесе таңып тастауға болады. Ауырсынуды басудың тағы бір амалы. Аяқ тартылған кезде башпайды ұстап, өзіңізге қарай тартыңыз. Сонда сыңырдың орны қалпына келеді. Айта кетерлігі, ауырсынуды басуға арналған дәрілерді ішудің қажеті жоқ. Достар, сіздерге видеом пайдалы болса, видеоға лайк қойып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын, видеоларымды жіберіп алмаңыздар.